Сонымен құрметті автосүйер қауым, осындай минивэн түсірдеген кісілерге Honda Odyssey оң жақ рулімен өздеріңіз байқап тұрғандай салоны престиж дейді. Демек велюр салон. Велюр салонды бұл автокөлік Honda Odyssey 2000 жылға 3 қозғалыс көлемімен. Бұлардың бәрі автомат. 267 мың шақырым жүрген дейді. Сұраған бағасы 507. Телефон номер назарларыңызда. Автокөлік толық жететте. Осындай әдемі ақ түсте 05 өңірімен төбесінде люгі бар. Минивэн 7 орындықтардың бірі. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Осындай көлік іздеген кісілерге осындай варианттар бар. Сонымен достар, осындай Hyundai Starex іздеп жүрген кісілерге осындай минивэндердің бірі Grand Starex 2013 жылға 2.5 қозғалыс көлемімен автомат қорап. Бұл автокөлік дизель, демек дизелік мотор. 6-6 сұраған бағасы. Осы номер телефонына хабарласыңыздар. Автокөліктің жағдайы осындай. Қазіргі таңда бұл Барс базарында тұр. Сол жақ рулімен электропакет, бұлғары салон. Неше орындық мынау? 11 орындық екен автокөлік. Осындай. Қазіргі таңда бұл Барс базарында тұр, достар. Grand Starex SFX комплектациясымен көріңіздер, хабарласыңыздар. Көлік ұнаған болса, осындай варианттар бар. Тағы да бір минивэн көріп тұрмыз назарларыңызда. Honda Stepwagon дейді, CR-V. Осындай жасыл түсте. Қазіргі таңда бұл Барс базарында тұр. Автокөліктің жағдайы осындай әдемі қималы дискісімен. Автокөлік 7 орындық, оң жақ тізгінімен, велюр салондағы. Ортасы диван екен. Ортасы диван. Артында осындай пассажирлық 2 орындық, 2 жанына қарай жиналады екен. Байқап көріп тұрсаңыздар, автокөліктің жағдайы жақсы негізі. Нағыз отбасылық көліктердің бірі. Достар, көбісінде тахометр болмайтын, тахометр бар екен. Енді бағасына келейік. Бағасына келейік. 05 өңірімен тұрған автокөлік. Қазіргі таңда Honda Stepwagon CR-V 98 жылға 300 мың жүк тастаған екен. 2 қозғалыс екен, автомат. Толық жетек. 3.9 сұрап тұр екен бұл автокөлікке. 3.9 достар. Байқап көрсеңіздер, телефон номерін көрсетіп берейік назарларыңызға. Осы номерге хабарласыңыздар, бүкіл мәліметті көлік иесінен сұрап біліп алсаңыздар болады. Төбесінде бірақ рейлинг жоқ бірақ. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Нағыз отбасылық көліктердің бірі. Volkswagen Transporter T5 2006 жылға ауысу бар, обмен бар деп тұр. Механикада екен, 1.9, бұл да дизель. Бүкіл мәлімет назарларыңызда. Телефон номер 702-411-8805 номеріне хабарласып қойсаңыздар болады. Бұл автокөлік нағыз жұмыскер, шаруаның көлігі. Осындай ашық қызыл түсте. Транспортер Volkswagen. Артында парковы бар. Осындай вариантта осындай жағдай іздеп жүрген автокөліктер тұр қазіргі таңда. Достар, көріңіздер, көлік иесімен хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Сонымен назарларыңызда Toyota Ipson 97 жылға 2 қозғалыс көлемімен автомат қорапта, оң жақ рулімен достар. Тізгіні оң жағында. Минивэн іздеп жүрген кісілерге нағыз 7 орындық отбасылық автокөліктердің бірі. Сұр түсте. Оң жақ шырақ жоқ екен. Лампішкесі ғана тұр. Өздеріңіз байқап көріп тұрғандай. 3.2 сұрап тұр екен, бағасы, телефон номер назарларыңызда. Қаншаға бересің? 3.1-ге берем дейді. Көлік иесі. Автокөліктің жағдайы осындай достар. Велюр салон.
артында 2 орындық, ортасында 3 диван. Былай айтқанда 6 пассажирлік орындық, жүргізушісімен 7 болады. Сонымен хабарласыңыздар. Осындай варианттағы көлік іздеп жүрген кісілерге қазіргі таңда базарында тұр бұл автокөлік. Осындай жағдайда. Сонымен достар, қараңыздар, біздің Барс базарында осындай шашликтер бар. Зың-зың. Зың-зың ба? Зың-зың дейді. Анау емес просто. Жақсы ма шашликтар? Баянауызки. Шашлик от карри дейді да. Шашлик от карри осындай жағдайда. Қазір осы жерге кіріп түстеніп алайық, Алла қаласа. Ал достар, видео пайдалы болған болса, астына лайк басып, міндетті түрде өз пікірлеріңізді комментке қалдырып, арнамызға жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Жақсы бір лайк қойып қойыңыздар. Сіздерге алдын ала рахмет. Біз түстенейік.